Барлықтарыңа ассалаумағалейкум, есімім Берік. Біздің отбасы саяхатқа арналған арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бұл видеода Америка құрама штаттарына арналған туристік виза, яғни B1, B2 туралы өзім жеке басым мақұлдауды қалай алдым және сол бойынша кеңестермен бөлісетін боламын. Америка бала күнімізден бізге арман болып келген болатын. Мен үшін ол «Один дома» кинофильмінен басталды. Алматыға оқуға түскен кезде 3-ші курстан бастап мен Америкаға бару туралы қатты ойланған болатынмын, яғни іздене бастадым. Сол кезде менің студенттік статусыма былайша айтқанда сәйкес келетін программа ол деген Work and Travel бағдарламасы болды. Яғни Work and Travel бағдарламасы бойынша сіздер Америка құрама штаттарында 3 айдай көлемінде жұмыс жасап және визаңыздың аяқталуына дейін Американы саяхаттап шықсаңыз болады. Бірақ маған бұл бағдарлама келмеді, себебі менің қаражатым сол кезде жеткіліксіз болды және бір-екі компаниялардың бағасы өте айтарлықтай үлкен сомада болған болатын. Қажетті құжаттарды жинау ешқандай қиындық туғызбайды және көп уақытты алмайды. Ең бірінші сізге өзіңізбен бірге паспорт болу керек міндетті түрде. Екінші, 5x5 форматындағы суретіңіз, яғни кез келген фотосалонға барсаңыз, сол жердің қызметкерлеріне америкалық визаға десеңіз, өздері қажетті форматында шығарып береді. Одан кейін турвизаға консулдық сбор төлеуіңіз қажет, яғни консулдық төлем, ол деген туристік визаға B1, B2-ға $160 көлемінде құрайды. Соңғы құжат ол міндетті құжаттардың ішіне кірмейді, бірақ мен өзіммен бірге қосымша ретінде алып барған болатын, ол сіздің банк счетыңыздағы қаражаттың жеткілікті туралы анықтама болып табылады. Яғни мен өзімнің счетымда осындай сума бар деген былайша айтқанда справка керек болады, анықтама. Мен өз счетымда $5000 бар деп көрсеткен болатынмын. Мен оны өзіме гарантия ретінде алған болатын, сұрақ қалса деген жағдайда, бірақ ешқандай қосымша құжат сұрастырған жоқ. Қазақстанда 2 қаладан тапсырсаңыз болады, Алматы немесе Астана қаласынан. Мен Алматы қаласын тапсырған болатынмын. Интервью күні де келіп жетті. Мен таңғы уақытты таңдадым. Бұл жерде 20 шақты адам болды, яғни бір-бірлеп барлығымызды металлоискательден өткізіп және өзіміздің жеке заттарымызды сақтау камерасына тапсыруды өтінді. Соның ішінде ұялы телефондарыңызды өткізесіздер. Өздеріңізде мана жоғарыда айтылған тек қана сол құжаттарды алып кіре аласыздар. 9-шы қабатқа көтерілдік. Алдында тұрған күзетші бізге жеке-жеке нөмір таратып берді. Нөмір арқылы бірінші терезеге өзімізбен алып келген құжаттарды және саусақ ізімізді тапсырамыз. Содан кейін тағы да кезекке отырамыз, яғни консулға интервьюға кіру үшін. Менің кезегім келіп жетті, яғни интервьюдің өзі 3 минуттан артық созылмады менде. Яғни бұл жердегі сұрақтар өзіңіздің DS-160 формасында, яғни анкетада толтырған сұрақтарды өзіңізге қайтадан солны қоятын болады. Бұл жерде консулмен сөйлесу барысында ешқандай қобалжудың қажеті жоқ, яғни консул дегендер олар өте қатты психологтар, сіздің сәл сөйлегеніңізден және өзіңіздің білдірген іс-қимылдарыңыздан сізді оқып қояды. Маған қойылған сұрақтар өте қарапайым болды. Қазір немен айналысасың және қандай елдерде болдың деген сұрақтар қойылған болатын. Менде Шенген визасы болған болатын, яғни магистратурада оқып жүрген кезде. Шенген визасы арқылы мен Испания, Франция және Италия мемлекеттерінде болған болатын. Соны консулға қай қалаларында болған барлығын айтып бердім. Одан кейін консулдан мен тек қана құттықтаймын, сіздің визаңыз мақұлданды деген сөздерді естідім. Интервьюдің бар болғаны 3 минуттан аспай созылғанын білдім. Яғни бұл жерде сіздерге берер кеңесім, ең бірінші кеңес, яғни консулдан қорқудың еш қажеті жоқ. Ол деген сіз сияқты адам. Яғни жаңағы айтқандай, ол деген сіздің іс-қимылыңыздан және сөзіңіздің дауыс ырғағынан да ол сіздің қобалжып немесе қандай күйде отырғаныңызды оқып қояды. Екінші, ешқандай құжаттарды консулға тыққыштаудың қажеті жоқ. Яғни сұраған құжатты ғана беруіңіз қажет. Менің жағдайымда өзімен бірге жаңағы счеттағы, яғни банк аккаунтымдағы ақшаның бар екендігі туралы анықтама алған болатын. Өзіме гарантия ретінде алған болатын, сұрақ қалса деген жағдайда. Бірақ ешқандай қосымша құжат сұрастырған жоқ.
Келесі кеңес ол деген таза паспортқа, яғни пустой паспортқа, америкалық визаға, яғни туристік визаға тапсырудың еш мәні жоқ. Себебі қазіргі таңда отказдардың саны өте көп. Себебі Ресей мемлекетінде ақш елшілігінің жабылуына байланысты Ресей азаматтары Қазақстанға келіп тапсыруда. Сұхбаттасу екі тілде өтеді, яғни орыс немесе ағылшын тілінде. Мен орыс тілін таңдаған болатынмын, яғни сіздерге де орыс тілін таңдауға кеңес беремін. Себебі ағылшын тілін таңдап сіздің ағылшын тіліңіз ағылшын тілінде сайрап тұрсаңыз, ол деген консулға күмән тудырады. Негізі турвизаның ең басты мақсаты сіз елге қайтып келетініңізді және сол мемлекетте, яғни ақшта қалып қоймайтыныңызға консулды сендіруіңіз керек. Келесі кеңес манағы айтып өткенде өзіңізге сенімді, сөздеріңізге нық болуыңыз керек. Тек қана сұраған нәрселерге жауап беру, сұрамаған нәрселерді айтпау. Келесі кеңес өзіңіз баратын толық маршрутыңызды сызып білу. Яғни бұл менің жағдайыма келетін болсақ, менде Алматы, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Вашингтон, Вашингтон, Майами, Майами, Нью-Йорк және Нью-Йорктан қайтадан Алматы болды. Яғни бұл жерде деген Нью-Йорк барған кезде сіз не істейсіз, ол жерде неше күн боласыз? Менің жағдайымда мен Центральный паркты көремін, Таймс-скверге барамын, одан кейін Один дома түсірілген плазаны аралаймын деген сияқты толықтай жауаптарыңыз болуы қажет. Екінші, дәл сондай сияқты Вашингтонға немен барасыз? Ұшақпен, әлде автобуспен, жермен немесе көлік жалдайсыз ба? Майамиде дәл сондай толықтай сіздің трип туралы, яғни саяхат туралы планыңыз болуы қажет. Маршрутты толығымен анықтап алғаннан кейін билетке бұрын қойып немесе сатып алудың еш қажеті жоқ. Бұл консул қызметкерлеріне ұнамайтын нәрсе. Сіз қалай билет сатып аласыз, егерде сізде әлі виза болмаса деген сұрақ туындайды, және олар бұл жағдайға өте қатал қарайды. Келесі айтатын жағдай ол деген өзіңізбен қанша сома алып баратыныңызды жобалап білу. Яғни менің жағдайымда мен $5000 деп көрсеткен болатын. Яғни Нью-Йоркқа барған кезде, Вашингтонға, Майамиге барған кезде осы соманың жететіні және қандай кейбір көңіл көтеруге жұмсайтыны туралы. Яғни бұл деген сіздің өзіңізге сенімділік тудырады және аяқ астынан консулдың сұрағына еш қобалжымай, еш толықтай саяхаттаушының рөлінде жауап беруге мүмкіндік береді. Соңғы беретін кеңес ол деген таза паспорт, яғни пустой паспортқа Америкаға туристік визаға тапсырудың еш мәні жоқ. Ол деген сіздің $160 күйіп кетуіне гарантия береді. Себебі консул қызметкерлері оларда ақымақ емес. Олардың ойында неге сіз осы уақытқа дейін еш жерде қыдырмай бірден Америкаға, яғни көп ақша кететін жерге бармақшысыз деген ой болады. Яғни сіз сол сұраққа қалай жауап беретініңіз өзіңіз білесіз енді. Бірақ менің беретін кеңесім Еуропа елдеріне немесе Шенген визасы барларға мақұлдау өте жоғары деңгейде болады. Өзіңізге сенімді болыңыз, саяхаттаңыз. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырып, ұнаса лайк басып кетіңіздер.